Қалай ойлайсыздар? Зомби апокалипсис болуы мүмкін бе? Бүгінгі видеода сіздерге зомби апокалипсиске байланысты анимацияны түсіндіріп беретін боламын. Ең басында біздің басты кейіпкерге бейтаныс адам оқ атқан болатын. Ол оқ біздің басты кейіпкердің көзі мен миының арасынан тесіп өткен болатын. Біздің басты кейіпкер өлім аузында жатқан етін. Ол өлім аузында жатқан кезде түс көрген, ал түсінде өлім порталының жанында бір бейтаныс адам тұрған еді. Сөйтіп жерден бір қолдар шығып, оны жердің астына тартып әкеткен болатын біздің басты кейіпкерді. Біздің басты кейіпкер біреудің үйінен оянады. Сөйтсе, бұл бейтаныс бір шалдың үйі екен, достар. Сөйтіп шал біздің басты кейіпкерді қалай құтқарып қалғаны жайлы айтып береді. Ең басында біздің басты кейіпкер өлімнің аузында жатады. Ал жанында өліп кеткен досы негізі зомби болып кеткен екен. Зомби болып кеткен досы өз досын сеніп жатқан кезде бағанағы шал келіп зомбиді сол кезде өлтіріп тастайды. Содан соң шал біздің басты кейіпкерді өзінің үйіне апарады. Шал біздің басты кейіпкерді қалай құтқарғаны жайлы айтып бітеді. Осылайша далада да кеш батып жатқан етін басты кейіпкер өзінің үйінде тып-тыныш қана тамақ ішіп отқан етін. Ал далада болса неше түрлі адамдар мен зомбилардың өлекселері жатқан етін. Ал басты кейіпкер болса өзінің қорқынышты түсін қайтадан есіне түсіріп жатқан болатын. Тіпті біздің басты кейіпкер басына оқ тигеннен кейін де ауырсынуды мүлде сезбей қалған болатын. Сол үйдің басқа бөлмесінде бір зомби болатын. Ал ол зомби біздің басты кейіпкерге келген болатын. Басты кейіпкер осы уақытта пышағын шығарып, оны үстелге қадап, осы уақытта зомбиді орындыққа байлап қойған болатын. Басты кейіпкердің іші пысып кетіп, оны орындықтан босатып, оны төбелеске шақырған етін. Әрине басты кейіпкер зомбидің көтін айырған болатын. Осылайша басты кейіпкер көті қышып үйден шығып кеткен болатын. Ол бағанағы өзін құтқарып қалған шалдың үйіне келіп өзінің жоспарын құрып отқан етін. Оның жоспарындағы ең басты нәрсе военный база етін, достар. Шыны керек, не үшін екенін білмедім, бірақ военный база ең басты жоспар болып шыққан. Тоқта, енді түсіндім. Не үшін военный база десек, өзін атып кеткен адам осы сияқтың бастығы екен. Онымен қоса өзінің охранниктері де бар. Екінші нысан бұл қылмыскерлер, себебі қылмыскерлер бұл жерде өте көп қырылады. Тіпті болмашы нәрсеге олар төбелес шығарып кетуі мүмкін. Осы уақытта военный базадағы адамдар бағанағы төбелесіп жатқан қылмыскерлерді тәртіпке келтіріп кетеді. Үшінші нысан осы психопатпен байланысты болады. Не үшін бұнымен байланысты болады десеңіздер, ол өлген адамдардан сорпа жасап зомбиларға тамақ қып беретін. Басты кейіпкер өзінің жоспарын ары қарай да құрып отырады. Осылайша ең бірінші нысанды военный базаға қояды. Үйдің егесі ұйықтап жатқан кезде біздің басты кейіпкер жолға шығуға дайындалады.